Облыс әкімі Кәрім Көкірекбаев Шу өңіріне сапармен барды. Аудан осы жылы сан салада қарқынды жұмыс жүргізіп келеді. Ағымдағы жылдың 9 айында ауданда жалпы шығарылған өнім көлемі 57 миллиард теңгені құраған. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 4 миллиардқа артық. Облыс басшысы жұмыс сапары кезінде бірқатар әлеуметтік нысандарды аралап, өндіріс орындары мен егіс даласының жалпы жағдайымен танысты. Толығырақ тілші бейнематериалында. Биылғы жылы аймақтағы білім ордаларының материалдық техникалық базасын жақсарту мақсатында 639 миллион 475 мың теңге бөлінген. Шу қаласының өзінде 3 мектепке жөндеу жұмысы жүргізіліп, биыл 1-ші сыныпқа 2000-нан аса бала қабылданды. Жалпы облыс әкімі аймақтағы білім саласына оң көзқарасын білдірді. Мұнан соң Кәрім Нәсіпбекұлы ескі Шу ауылдық округіндегі егін алқабында қылша жинау жұмыстарының барысымен танысты. Облыс әкімінің айтуынша елімізге 450 мың тонна қызылша қажет, ал Мерке қант зауытына 180 мың тонна қызылша өткізу жоспарланып отыр. Егер көлем толығымен қамтылса, 18 мың тонна қант өндірілмек. 2014-те 1 мың гектар, 2015-те 2,5 мың гектар, 2016-да былтыр 5 мың гектар, биыл 9,5 мың гектарға шығып отыр. Енді болашақта бұны ендігі жылы бір 12, оның арғы жылы 16 деп жоспарлап отырмыз. Өңір басшысы табан тіреген тағы бір нысанның бірі Тараз химиялық паркі. Жалпы аумағы 505 гектар болатын кәсіпорынның инфрақұрылымы 2018 жылдың соңына дейін бітеді деген жоспар бар. Қазір өндірісте инвесторлар арқылы тағы да 7 жоба жүзеге асырылуда. Компания басшылығы Шу ауданы және Жамбыл облысының өзге де аудандарындағы кәсіпкерлерді парк аумағында жаңа кәсіп ашуға немесе бастаған кәсіптерін ары қарай жалғастыруға шақырды. Осы үшін Тараз химиялық парк аумағында қосымша кәсіп үшін 30 гектар жер бөлінген. Қызығушылық білдірген, кәсібін жүргізем деген барлық қатысушыларға сыртқы және ішкі инфрақұрылым қолжетімді. Қосымша ұсыныстар болса, қуана қабылдаймыз. Іс-сапары барысында Кәрім Көкірекбаев Шу қалалық ауруханасының және орталық қазандықтағы пештерді газға ауыстыру жұмыстарымен танысты. Сапар соңы аудан әкімдігінің мәжіліс залындағы жиналысымен аяқталды. Ақсәуле Абтай, Жұмахан Чекаев, Жеті Ньюс.